Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli bауырлар, қалайсыздар, амансыздар ма? Мына елімізде студия ашып, подкаст түсіріп жүрген бауырларымызға үлкен өтініш. Бір тақырыпты қозғайтын кезде өзінің маманын шақырыңыздар. Құдай үшін. Диқанды шақырып алып, аңшылық жайлы сұрақ қоймайсыз ғой. Қазір мына сән болды елде сайқы мазақтарды, әртістерді шақырып алып, дін жайлы қозғайды, басқа тақырыптар қалғандай, дін жайлы қозғайтын болған ғой осылармен ше. Өткенде бір әртіс халал, харам деп фатуа беріп отырды. Сен консерватория оқыған адам, қалай фатуалар беріп жатсың сен? Енді бүгін мына бір видеоны жіберіпті. Шынымен адамның ашуы шығады ше, Алланың құдіреті. Мына бір Ерболат Әлқожа деген бір біздің қазақтың тарихында екінші немесе үшінші адам болып қалады. Бұл адам кинода ашық төсек қатынасын түсіріп киноға түскен адам бұл. Жеркенішті. Сондай адамды кино түсірген, кинода кәдімгі кино көрсетіп тұрып, кәдімгі қызбен зина жасап жатқанын көрсетіп тұрып түсірген, киноға түскен адам бұл. Осындай порнуха түсіріп жүрген адамдарды шақырып алып подкастқа бір видеосы кептілер бүгін. Дін жайлы айтып жатыр ау, байғыз. Дін жайлы. Алланың құдіреті бауырым, ана жерде сен ана айтқан сөздеріңді айтпай-ақ қой енді. Ертең Алланың алдына барғанда қайтып жауап бересің. Бүйтеді. Біздің дін деген сол, дәреттен аспай қалдық. Арақ ішпе деп айтады. Арақ ішкен елдер дамып кетті деп. Солар арақ ішкеннен дамып кетіп па? Ақымақ адамның әңгімесі ғой мынау ше. Онда сен арақ іш онда. Сен көрсетсей немен дамыдың, айтшы. Сен ана әртістер жайлы айт, кино жайлы айт, басқа нәрсе, камераны айт, микрофонды айт. Сен дін жайлы қозғап нең бар бауырым? Алланың құдіреті.